Сәлем достар! Бүгін сіздердің назарларыңызға психологиялық тестті ұсынамын. Тестті бастамастан бұрын арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Суреттегі айнаның қайсысы көңіліңізге жағып тұр? Біреуін таңдаңыз да өзіңіз туралы мәлімет алыңыз. Бірінші айнаны таңдаған болсаңыз, жомарт әрі адамгершілігі мол адамсыз. Сіз кемел тұлға болуға ұмтыласыз. Аздаған тәкаппарлығыңыз да бар. Адамдармен қарым-қатынас жасауыңыз өте қиын. Кейде мінезіңізді өзіңіз де түсінбей жатасыз. Жұмысты жан-тәніңізбен беріліп істейсіз. Адамзатқа ортақ мүдде үшін қызмет жасаңыз келеді. Біреуге бірінші болып тиіспейсіз. Бірақ тиіскенді оңдырмайсыз. Махаббат атаулы құдіретті сезімінің алдында бас иесіз. Сіздің еңбегіңізге шынайы бағасын беретін жандар өте аз. Екінші айнаны таңдаған болсаңыз, шынайы әрі тез еліктегіш жансыз. Өзгелерді қамқорлыққа алуды жақсы көретін, жауапкершілігі мол адамсыз. Мінезіңіз де жайдарлы. Адамдардың сеніміне оңай ие боласыз. Жылдам қозғалып, әрдайым көтеріңкі көңіл күймен жүресіз. Әңгіме мен соңғы жаңалықтарды айтудың шеберісіз. Үшінші айнаны таңдаған болсаңыз, ойлануды жақсы көретін ақылды адамсыз, ойшыл адамсыз. Бұл өмірдегі басты құралыңыз ойлау қабілетіңіз бен жаңа идеялар. Тыныштықта жатып ойлағанды жақсы көресіз. Білімге құмар жандармен тез тіл табысасыз. Өзімшілдіктен аулақсыз. Адамгершілік жайында көп ойланасыз. Тіпті уақытыңызды артық шығындайсыз деуге келеді. Дұрыс жолдан адаспау үшін бүкіл адамзатқа қарсы тұруға дайынсыз. Төртінші айнаны таңдаған болсаңыз, сезімтал әрі философ жансыз. Жер бетінде сіз секілді адамдар өте сирек кездеседі. Өзіңізге ұқсайтын жандарды табу да қиын. Көп жағдайда өз ойыңызды жеткізе алмай қиналасыз. Сізге жеке кеңістік қажет. Шығармашылығыңызды ешкімнің пікіріне қарамастан дамыта түсуге тиіссіз. Ақ пен қараны дұрыс ажырата білесіз. Өте сезімталсыз. Айналадағының барлығы жүрегіңізге жақын қабылдайсыз. Психологиялық тест көңіліңізден шыққан болса, келесі шығарылымдарды жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге болған Психобум арнасы.